Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз палау жасайтын боламыз. Палауымыздың күріші жабысып қалмайды. Өте дәмі керемет, әдемі болып шығады. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, жанындағы қоңырауша белгісін баса қойыңыздар. Біздерге керекті заттар: бірінші ет, пияз, сәбіз, ноқат керек болады. Алдын ала майымды қазанға құйып алдым. Енді етімізді саламыз. Етімізді қызарғанша осылай қуырып алатын боламыз. Сосын пиязымызды салып, дәл осындай қызартып қуырып алатын боламыз. Сосын мен зере салдым. Менің етім тұздалған ет. Сосын сәбіз салдым. Сәбіз езіліп кетпеу үшін сәбізді 1-2 айландырып, сосын үстінен су құятын боламыз. Суды осылай құйып алдым. Су қайнаған соң ноқат салатын боламыз. Күрішті жуып тазалап алып қазанға салатын боламыз. Қазанның астын, газымыздың астын төмендетіп пісіріп алатын боламыз. 35 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Мінекей бізде пісіп шықты. Бір-біріне жабысып қалмайды күрішіміз. Өте дәмі керемет, әдемі болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Дилбар Еркінбекқызы. Видеоның соңына шейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.